сосын ол жерге жұмысқа кеткем. Жұмыс ауыр. Я работаю весь день. Одан сұрадым, жұмыс бар ма деген сияқты. Я любой адам істей алады, ол үшін күште керек емес, ештен керек емес. Merhaba arkadaşlar, sizlerмен мен Айдос. Бүгінгі роликте біз сіздерге осы Түркияда біздің студенттер қандай жұмыс жасап жүр, или қандай жұмыс жасауға болады, сол секілді сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ендеше кеттік. Біздің студенттердің арасында көбісі онлайн жұмыс жасайды. Көбісі сол Қазақстанда істеген жұмыстарын осы жерге келіп, барынша возможность болса, осы жақта онлайн жалғастырады. Ол постоянно жұмыс болуы мүмкін, біреулерінікі арасында болуы мүмкін. Біреулер мысалы диплом жазудан бұрынғы мұғалімдеріне көмектесіп, солай ақша тауып жүр екен онлайн. Біреулер Excel толтырамыз дейді. Менің өзіме де кейде бұрынғы заказ беріп жүрген адамдардан маған кейбір видеолардың монтажын жасау керек болады. Олар маған почтаға жібереді. Мен мына жақтан оны монтаждап, түзетіп, қайтадан өздеріне жіберемін. Сондай онлайн жұмыс жасап жүрген студенттерімізден онда интервью алып, олардың өздерінен сұрайық қандай жұмыс жасап жатыр. Достар, біз бірінші болып біздің студенттердің арасында ең жасы үлкен Талғат деген досымыздың үйіне келдік. Үйі қаланың ортасында, жалғыз өзі тұрады. Соған қарағанда өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Қазір оны өзінен сұраймыз. Талғат, үйіңе қош келдік. Енді өзінің жұмысың туралы кішкентай айтып кетші, не жұмыс жасап жатсың сол туралы? Приветствую всех, да. Очень приятно. Да, я живу в Измире, учусь в Измире, работаю онлайн по специальности, вот преподаватель по английскому языку. Қазақстаннан келдің? Қазақстаннан келдім, иә. Бізбен бірге сентябрьде Global Studentspен бәріміз бірдей екенбіз. Енді сенің жұмысыңа бұл жақта не керек? Ноутбук, интернет бітті ма? Бітті, да, интернет. Мына жақта интернет не подводит, нормально скорости? Подводит. Поначалу вот подводил интернет. Поначалу вот использовал вот мобильный интернет. Вот, мобильный интернет, связь, получается, этот вот Vodafone. Вот, скорость, ну, если сравнивать со скоростью вот, с казахстанским интернетом, низкая скорость, ниже, чем у нас вот, в Казахстане. Вот. Но сейчас вот этот вот недавно вот подключил Турктелеком, вроде бы все нормально, работает. До этого была проблема, оказывается, сейчас нормально. Енді келесі сұрақ, сен Қазақстанда жұмыс жасаған осыдан алдың? Иә. Сол жақта жұмыс жасаған, мына жақта жасаған бір разница болды ма? Сен онлайнға көштің, сен Қазақстанда может басқаша жасадың, өзіңнің офисің болды. Мына жаққа келгеннен кейін қазір только онлайн жасап жатсың. Ақша может аз тауып жатсың, или разница жоқ па? Сен Қазақстанда да онлайн жасадың, мына жақта да. Жалпы не разница болды? Қазақстанда жасаған, мына жақта жасаған? Ну, разницы в принципе никакой, потому что онлайн я уже начал вот вести уроки онлайн, получается, вот преподавать с 2019 года. Вот 3 года последние. Вот до этого я работал, учился в Астане. Давно мечтал перейти на формат онлайн, работать на себя. Вот. Это была моя мечта. Вот. Очень долго думал, как это все реализовать. Начал учеников искать. Вот. Перешел онлайн, и так совпало, что получается, во время пандемии, вот все мы сидели дома, насколько помните, знаете, да. Вот, и я работал, вот, сутками работал. Вот весь, получается, 20-й год, 21-й год. Оқушыларың в основном қай жақтың, Қазақстандікі ма сенің қазіргі клиенттерің, оқушыларың ба? На данный момент, да, в основном именно, процентов 60-70 учеников моих, они из Казахстана. И остальные ученики, то есть они с разных стран, есть и местные с Турции ученики, есть с России, с Белоруссии, с Европы также, с Чехии и так далее. То есть, это те люди, которые, допустим, выходцы с Казахстана, и те, которые на данный момент живут за рубежом. То есть в основном. Жұмысың сенің қаншадан қаншаға дейін сабағыңа мешет етпей ма? Сейчас нет, я стараюсь именно
правильно вот спланировать свой график, вот. Ну, учебный график, рабочий график, вот. Ну, у меня нету как бы такого определенного рабочего графика, вот. То есть там, ну скажем, вот с 9 до 6, вот я работаю весь день онлайн. Қай кезде уақытың болса Да. қоясың уақытты Да, распределить. Егер сен осы Измирде қалып жатсаң, қазір бізде келесі жылы келетін студенттер болуы мүмкін, қазір көріп жатқан адамдардың ішінде. Соларға офлайн, то есть онлайн емес, офлайн. Сен де Измирдесің, олар да Измирде, группада 4 адам жиналып келсе, тем более олар Қазақстаннан келсе, Global Students'ден келетін болса, сен оларға скидка жасап бере аласың ба? А почему бы нет? Вот. Тем более, если вот нашим студентам, нашим, получается, вот соотечественникам, да, конечно, ага, то есть, если кому нужно будет вот подтянуть английский язык, подготовиться к различным экзаменам, такие как, допустим, вот IELTS, вот насколько знаю, сейчас вот ребята вот готовятся именно вот отдельно по английскому языку, тогда да, пожалуйста, вот можете обращаться. Талғат, рахмет. Басын сенен бастайық деп ойладық, потому что сен бізде группадағы сен ең жас үлкен сенсің. Содан типа үлкеннен бастайық деп батасын алайық деген сияқты қазақтар сондай жақсы көреді ғой. Сол үшін сенен бастадық. Ол ары қарай кете береді жас кішкентайларға қарай. Бүгін үйде қонақта алдыңғы роликтің геройы Жамшит Бей бізге көмектескен. Осының арқасында күшті бір кафе таптық. Енді Жамшит Бей алдын айтып қалды, роликте көрген болсаңыздар, осы 2019-дан бері Измирде жұмыс жасап жатырмын деді. Бұл да біз сияқты ябанжы, то есть Түркияның азаматы емес, сол қалай жұмыс тауып істеп жатыр, қандай жұмыс жасап жатыр, соны сұрағым келіп. Қалайсың? Жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Жақсымыз, шүкір. Айтшы, сен 2019-да келгеннен қандай жұмыстар жасадың, ол үшін не керек? Інім шыққан, жұмыс бар, келесің бе, солай. Не жұмыс десем, фабрика, йогурт фабрика, қатық фабрика деп. Сосын ол жерге жұмысқа кеткем. Жұмыс ауыр, 15 күн ме, бір ай ма, шамасы бір ай жұмыс жасадым. Ол жерден соң жұмыстан шықтым. Тым ауыр жұмысы. 10 литрлік неден шығады, қатықлау сүттер. Көтеру керек, палетті үстіне қою керек. О кезде сен түркше білетін бе? Жоқ, дым білмейді түркше. Түсінбейді. Әнің қасында жүре бердің ғой, иә? Не десе тамам деп жүре бердім. Ондан кейін ол жерден жұмысқа шықтым. Соң қайға кеттім. Текстильге кеткем ол жерде. Карантина бастады ғой мұнау вирус. Текстильдер жұмыслар ашылды. Маска зауыты істеген, маска шығарған, пакет дегеніміз маска. Сондай жардамшы болып жұмыс жасадық. Енді сен қазір 2019-дан бері әнің шақырды, кейін түркше үйрендің, қазір опытындайсың ғой, қазір жұмыстарды қайдан тауып алып жатсың? Қазір былайынша шіркеттер бар, интернеттен қарайым, интернеттен тауып алам. Сен жұмысқа қояды, солай жұмыс, аңлашасың, жұмыс түсінесің, соң. Бірақ та 15 күніңнің, 10 күніңнің ақшасын алады. Шіркет, компания. Бұл жақта компаниялар бар екен, саған жұмыс тауып береді. Сол жақта жұмыс жасайсың, бірақ бағанағы компаниялар сенің түскен ақшаңның 50%-ін жартысын солар алады екен. Мысалы 6.000 айлық болса, 6.000 лира айлық болатын болса, соның 3.000 компания алады, 3.000 саған береді. Сосын алмай тұрған шіркеттер де бар. Біздерден алмайды, бірақ адам жұмыс беретін адам. Жұмыс беретін адамдар қарсы жақтан, ар жақтан алады. Сенден алмайды. Көмекші, еламан керек деген адам, замандаған адам, ақшасын мен беремесе, ол жақтан алады. Ал енді жұмыс беретін адамдарға да ол не выгодно, банағы жұмыс істейтін адамға да не выгодно болып тұр да, ана жақтан да алады, мына жақтан да алады. Ал тікелей табуға болмай ма ол жұмысты? Тікелей табуға да болады. Таныс білесе ағыдай. Оны интернеттен. Иә, интернеттен. Достар, сондай сайттардың бірі Еламан онлайн. Ішіне кіріп, мына жерге өзіңіздің қала, мысалы біз қазір Измирде тұрып жатырмыз. Мына жерге өздеріңіздің профессияларыңызды жазасыздар. Мысалы финанс деп іздеп көрейік. Міне неше түрлі компаниялар Измир қаласынан шықты. Әрқайсымен өзінің условиясы бойынша келісіп сөйлесуге болады. Осы орайда мен де профессиям бойынша жұмысты қарап көрейік. Бар ма? Сөйтсе, Измирдің өзінде осындай 7 жақты жұмыс шығып тұр. Оның біреуін ашып көрейік.
айлығы 4,5 лира дейді. Осы Түркиядағы сайттарға рекламный роликтер, релс түсіру керек екен. Көбінесе осы ябанжыларға, ябанжы деген бана сырттан келген адамдар ғой, қонақтар. Сол ябанжыларға көбінесе қандай жұмыстар беріледі? Ябанжыларға қалай жұмыс істесем, көптеш жардамчы болу жұмыстары беріледі. Көмекші болу. Бір жерге барсаң, фабрикаға барсаң, ұсталар болса, ұсталардың қасында жардамчы боласың, көмекші боласың. Солай жұмыстар береді. Былайынша ондай хунер жұмыстарын табу қиын. Табуға болады ода, ама заман керек, уақыт керек. Опыт керек, заман керек. Көмекшілер керек. Бұл жақта біз осы ябанжы болғаннан кейін бізге үкіметтің жұмыстарын бермейді бұл жақта. Үкіметтің жұмысын бермейділер. Бұлан частный жұмыстардың қасында жұмыс жасайсың. Частный жұмыс көп мына жерде. Үкіметтің жұмысынан частный жұмыс көп. Ал енді құпия болмаса, айына қанша ақша табуға болады? Сенің ойыңша ең азы мынандай ақша, ары қарай орташа мынандай. Ең азынан 4,5 мың теңге табуға болады, ең көбінен де 7-8 мың, 6 мың, 7 мың табуға болады. Ең азы 4,5 лира дейді. Ол біздің ақшамен 150 мың теңгедей болады. Өте жақсы ғой. Студенттерге тем более. Ал студенттерге, оқитындарға ол мешает етеді ма? Негізі ол жұмыс істей алмайсың ғой? Былай каникулда затта жұмыс жасауға болады. 3 ай каникул болады, арада 1 ай каникул болады. Сол бос кездерің жұмыс жасауға болады. Оқып жүріп, мысалы күндіз оқисың, кешкісін. Evet, ондай жұмыс жасап жатырғандар бар. Қазір онлайн болып жұмыс жасап жатырғандар бар. Сабақ онлайн, өздері кафеде жұмыс жасайды, ресторанда, официант болып жұмыс жасайдылар. Мысалы, примерно оқу күндіз болса, мына жерде ақшам мына кафелер бар. Сағат 5-те кетесің, ақшам 12-де келесің. Күндіз оқуыңды оқуға болады. Солай жұмыстар бар. Рахмет саған, Жәмшіт. Осындай тағы бір керек кеңес беріп, бізге сұхбат беріп, жақсы болды. Тағы не білесің, айтып қой алдына. Қазірше білгенім мынау. Мырзатла біліп атсам келем ғой. Біз қазір тура Егеюрттың астында мынау бір кафеге келдік. Бұл жақта біздің жүрген ау. Біздің группаласымыз, біздің академияның студенті жұмыс жасайды. Selam söyle. Aysin, iyi misin? Sizге бір тамақ жасап берсей? Ha? Негізі мына жерге тамақ ішуге келгенбіз ғой балалармен. Сосын барып былай кухнясынан қарадым да, бұл оборудованиялары нормально екен да, былай өзіме көзіме жақсы көрінді да. И сосын осы кассаға бардым, Джерен деген қыз тұрды кассада. Одан сұрадым, жұмыс бар ма деген сияқты. Айтты, бар деді, бірақ қазір білмеймін деді, патрон деген жаңа хозяиннан сұрап көрем дейді. Сосын 3-4 күннен кейін бірақ звондады. Сосын ғана собеседованиеге келдім, сөйлестік. Осындай, мен экстра повар ретінде қалаған кезде шақырады. Мысалға, сағатпен жұмыс істеймін мен өзім. Былай, стабильно кеп тұра алмаймын да бұл жерге. Оқуымда екеуін совмещать етіп жатырмын, сол үшін. Таңертең оқыған кезде түсте келем да жұмысқа, түсте оқыған кезде жұмысқа бармаймын, мысалға. И сонда суббота воскресенье жұмысқа келем, стабильно. Солай. Өзіме ыңғайлы істеп алдым. Ал сен стажировка болып жүрдің иә? Стажировка ше болған жақта деуге болады. Бір рет өткен мен опытпенмін ғой өзім бай. Қазақстанда жұмыс істегем. Сол үшін бай бір рет келдім, қарадым, не бар, не жоқ деген сияқты. Тез үйреніп алдым да, сосын келесі күні уже жұмысқа қатып. Ақшамен. Басында негізі көтеріп деуге де болады. Басында сағат 12 лира болды да. Қазіргі өстіп жұмыс істеп жатырмын, қанша уже 3-ші ай кетіп жатыр ғой деймін. Оғаша 15 лира көтерді қазір. Сағат 15, иә. Түркияда жұмыс істеп жүргендердің бірі, ол Венера. Бұл жұмысын Қазақстаннан бері істеп келе жатыр. Қазір өзі түсіндіріп берсін, қалай жасайтынын.
Заказ кабылдаганда онлайн бәрі, онлайн түрде жүреді. WhatsApp-тан хабарласады. Instagram парақшам бар, Instagram парақшадан хабарласады. Консультация бере берем, потому что қазақстандық номерім қосылып тұр менің. Сол арқылы информация бере берем. Заказ қабылдаған соң компьютерден фотошоппен жасаймын. Қазір Қазақстан мен Түркияның арасында 3 сағаттар разница бар, сол мешать етпей ма, сол? Негізі мешать етеді, өйткені мысалы олар өздерінің уақытымен, мысалы ондарда жазатын болса, біздің уақытта ол 7, мысалы біз 7-те ұйықтап атамыз, понятно, ұйықтап атамыз и жауап бермеуіміз мүмкін. Солай клиентті жоғалтып алу мүмкінсің. Негізі ол кәдімгідей рөл ойнайды. Сонда сен қазір мозаиканың дизайн жасап жатсың, иә? Иә. Сосын біткеннен кейін процесс қалай болады? Бірінші процесс заказ береді, предоплата обязательно жасайды. Потом біз, получается, дизайн жасаймыз. Дизайннан кейін оған жібереміз. Клиент одобрять еткен соң, оны готовый дизайнды біз типографияға жібереміз. Типография жоқ, Алматыда типографиямыз бар, өзіміздің бірге жұмыс жасайтын типографияға жібереміз. Клиент сол жерден барып алып кете береді. Получается, біз Қазақстанда жұмыс жасаған кезде де бұлай клиентпен өзара қарым қатынаста болмағанбыз. Осылай онлайн жасап, үйде декретте болған кезде де осылай онлайн жасай беретін. Қазірде ештеңке өзгерген жоқ. Солай бұрынғыдағыдай жұмыс жасай берем. Типографиядан клиенттер бұрында да өздері келіп алып кететін. Единственный, кейбіреулер Яндекспен заказ бере салыңызшы дейді. Келіп алып кете алмайтындар. Ол кезде бірге жұмыс жасайтын типографиядағы жігіттер бізге такси заказ беріп, салып жібере салады. Қазақстанда тұрған кезде де солай болатын. Қазір сен Қазақстандағы жұмысыңды жалғастырып жатсың. Бұл Қазақстандағы жұмысың деп айтсақ та болады. Ал осы Турцияда жұмыс істеп көрмедің бе? Турцияда енді мен қазір жаңа бір өзіме бір жұмыс тапқандай болып тұрмын. Өзім бұрыннан қызығатынмын, негізі оптовый товар Турциядан алған, сол жағынан өте қатты қызығатынмын. Соны зерттеп көрейін деп, осы жақтан іздестіріп, Қазақстаннан қарағанда бұл жақта әжептәуір разница бар киімдерден. Соны біле тұрып, өзім оптовый страница аштым. Уже бір-екі кісіге Қазақстанға товар жібердім. Мысалы, көбісі Стамбулдан заказ береді, бірақ енді бұл жақта Стамбулға қарағанда арзандау сияқты. Енді мен ол жаққа барған жоқпын, бірақ естуім бойынша Измирде намного арзандау. Товарлар жібердік, енді әрі қарайда іздестіріп көргім келеді. Бұл жақта фабрикалар бар дейді, оптовый товармен айналысатын, сондай фабрикаларды іздестіретін, текстиль өзің заказ берсең, қалайсың солай тік беретін фабрикалар бар дейді. Соларды іздестіріп, солармен жұмыс жасағым келеді. Қазір енді жұмыс болғаннан кейін, бала-шаға үй болған кейін біраз үлгермей жатырмын. Бірақ сол оптовый товарды қолға алып, қазір екінші бір жұмысым болып тұр. Сен ол товарларды қаяқтан саласын, ауыр емес па, любой адам істей ала ма оны? Любой адам істей алады, ол үшін күште керек емес, ештеңе керек емес. Получается, жаңағы складқа барасың, керекті товарларыңды айтасың, соларды не істейді, оформлять етеді, счет шығарып береді, сөйтіп өздері орап, өздері не істеп, өздері жібереді. Получается, сен ол жақта ештеңе көтеріп жүрмейсің. Саған ешқандай не емес, физический труд керек емес ол жақта. Негізі достар, біз осы Түркияға оқимыз деп келгеннен кейін басқа нәрселерге алаңдамай, тек оқуға көңіл бөлу керек. Ал жұмыс істемесе тұра алмайтын пысық адамдарға, оларға да жұмыс табылады. Істемеген адамға бәрі бар. Ендеше достар, алдағы уақытта тағы қызықты видеолар, керекті видеолар өте көп болады. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, біз міндетті түрде оларға жауап береміз. Ендеше келесі роликтерде кездескенше сау болыңыздар.